Так, келесі тақырыбымыз бізде векторларды санға көбейту. Қандай да бір коэффициентке көбейтетін боламыз да. Қараңыздар, бізде а деген вектор бола қойсын. Проекциясы а да x және а да y болатын. И ол векторымыз бізде неде тұр? А деген векторды мен бірнеше ол көбейтіп қойдым. Қараңыздар, мен бұл а деген векторды n-ге көбейтемін деп айтамын. То есть, мысалы үшін n-нің орнына 2 болуы мүмкін, 3 болуы мүмкін. Сол нәрсе. Қараңыздар, осылай көбейтетін болса, оның несі қалай болады деген сөз ғой. n-ге көбейтіп жүретін болсам, менде ары қарай не шығады, соны зерттеуіміз керек. Қараңыздар, а деген векторды мен несеге көбейттім? n-ға көбейттім. Онда мынерде неше вектор саналады? 1, 2, 3, көптің төмен кетеді, нерге дейін кетті. Неше векторға көбейткен сөзім? Векторда неше болам? n-нің орнына 3 болса, нерде неше вектор болу керек еді? 1, 2, 3 болып нерден біту керек еді. Менің жағдайымда көп деп тұр, n үштік деп тұр да. Сонда қараңыздар, мынаның барлығы n не болады? n үштік болады. n үштік вектор болатын болса, олардың проекциялары неше үштік болады? Тоже n үштік болмай ма? Мынаның барлығы менде қосылады ғой. Былай қосыла береді. Не? Мынаның барлығы не болады? n үштік дегенде қалай жазамыз енді? n көбейтілген а да x бола салмай ма? Мысалы үшін 5 қосу 5 қосу 5 қосу 5 деп 20 рет қосатын болсам қанша болады? 5-ті 20 рет қоссам 100 болу керек емес па? Онда 20 көбейтілген 5 есастан дұрыс болады ғой. Тура сол секілді мына беттегі y осіндегі проекциялар қандай болады екен менде? Мынаның барлығы. Олар менде қандай болады? n көбейтілген а неше болады? y болады екен. Бұлайынан жаза қойдым. Енді қараңыздар, n-ге көбейткенде не істейді екенбіз сонда біздер? n a деген векторым менде көбейтілген вектор мынандай болады екен. n ax және де n ay болып тікелей координаттары көбейтіле салады екен. Осы нәрсені ескерген жөн. Міне сызба түрінде көрсеттім. Вектор бірінші ширекте болуы маңызды емес. Астында бола ма, басқа ширекте бола ма, оған біз қарамайды екенбіз. Қараңыздар, енді осыған байланысты бір екі есеп көре қойық. Так, а деген векторым бола қойсын 3, мұнда минус 2,5 бола қойсын да. И потом мұнда b деген векторым бола қойсын. Так, минус 1,5 берейік, мұнда 6 бере салайық. Бізге табу керек дейді мына нәрсені. 2а векторы қосылған 3b вектор дейді. Осы нәрсені табу керекпіз. Қалай болады? Мынаны табу үшін не істейміз? Мынаны табу үшін а неше көбейту керек? 2 көбейту керек. b неше көбейту керек? 3 көбейту шығу керек. Әрбір проекциясын 2а-ны тауып керекші. 2а дегенім әр координатасын 2 көбейтіп шығамын. Қандай болады? 6 болады. Мынаны 2 көбейтсем минус қандай болады? Минус 5 болады. Енді 3b ше. 3b векторым 3-ке көбейтетін болсам мынаны минус 4,5 болады ғой. Сосын 3-ті 6-ға көбейтсем менде 18 болады екен. Енді бұны не істеу керек екен бізге? Қосу керек екен. Қосатын болсам не істейтін едік? Бізде сәйкес координаттарын қоса салатын едік. 6-ға минус 4,5-ды қоссам қандай болады? 2а қосылған 3b дейміз да, бұлай жазып, и осының несін жазамыз. 6-ға минус 4,5-ны қоссам қандай болады? 1,5 шығады. Минус 5-ке мен не істеймін? 18-ді қоссам қанша болады? 13 болады. Міне. Осындай жауапты біздер белгілейді екенбіз. Мына бізде есептің жауабы болды. Басқадай нәрсе беретін болса таба аламыз ба? Мында минус 0,3 а деп тұрады. Не істейсіңдер? Просто 0,3-ке көбейтіп қоса саласыңдар деген сөз. Мынаның орнында да бір 5-тен 1 деген сан болуы мүмкін. Соған көбейтесіңдер де қоса саласыңдар. Азайту болса азайта саласың, көбейтесе көбейте саласың. Міне сондай тақырып екен. Векторларды санға көбейту деген. Түсіндік па? Болды.